Енді балалар үй тапсырмасына қараймыз, иә, мұқият оқимыз бірінші. Міндетті түрде берілгеніміз дұрыс оқып үйренуіміз керек балалар. Енді қараймыз. Дүкенде 6 ожау және 18 табақ сатылды. Дүкенде ожауға қарағанда табақ неше есе артық сатылды. Иә, мәтін қата үлкен емес, бір оқуынан түсінуге болады. Егер де бір оқығанда сендерге кішкене түсініксіз болып емесе, бір мәліметтерді ұмытып қалатын болсақ, онда жеке-жеке оқуға болады. Сөйтіп оқып отырып шартына түсіруге болады. Және оқып отырып, не белгілі, не белгісіз, не сұрап тұр, оны да анықтауымызға болады. Енді қараңдар, дүкенде 6 ожау. Дүкенде деп жазамыз ба, балалар? Қалай ойлайсыңдар? Дүкенде деп жазамыз ба? Жоқ, әрине. Неге? Өйткені ожау да, табақ та сол дүкенде сатылған. Сол үшін дүкенде деп көрсетудің қажет жоқ. Біз көрсетеміз ожау және табақ деп. Жарай ма? Енді бірінші дүкенде 6 ожау дейді. Демек, ожау туралы нақты мәлімет бар ма? Ожау саны ожаудың нақты ма? Яғни белгілі. Ожаудың 6 екені белгілі. Демек, шартына ожау 6 деп жазасыңдар. Жарай ма? Енді 18 табақ сатылды. Табақ ше, табақ белгілі ма? Белгілі, әрине. Соны не деп жазамыз оны? Табақ 18, тамаша. Енді ожау да белгілі, табақ та белгілі. Енді не сұрап тұрғанын көрейік, бізден. Дүкенде ожауға қарағанда деп тұр. Ожауға қарағанда деп тұр, табақ неше есе артық сатылды. Көрдіңдер ме? Неше есе деген сөз, ол уже белгісіз есе дегенді білдіреді. Демек, неше есе артық сатылғанын сұрап тұр. Демек, нені табуға берілген есеп деп ойлайсыңдар? Бізден не сұрап тұр өзі? Айырмашылығын сұрап тұр. Қандай айырмашылығын? Еселік айырмашылығын. Тамаша, еселік айырмашылығы екен біз қайдан білдік? Неше есе артық деп тұр. Яғни біз еселік айырмашылығын сұрап тұрған білдік. Ал енді онда бұл есептің аты қандай болады? Еселік салыстыруға берілген есеп. Яғни ожау мен табақтың еселік айырмашылығын сұрап тұр. Еселік айырмашылығын табу үшін біз қандай амал қолданатын едік, балалар? Ережені тағы бір есімізге түсірейік кәне. Қане, еселік салыстыруда. Еселік айырмашылығын сұрап тұр. Демек, біз үлкен санды кіші санға бөлеміз. Тамаша, жарайсыңдар. Дәл солай бөл амалын қолданып шешу жауабын тауып, жазуың әдемі болсын, бірақ әдемі қылып жібереміз. Жарай ма? Енді келесі, қалада 2 мұражай және одан 8 есе артық кітапхана бар дейді. Мұражайларға қарағанда кітапханалардың нешеуі артық? Енді қараймыз, қайтадан оқимыз әдеттегідей. Нені белгілі екенін анықтап, оны жоспарымызға түсіріп бастаймыз. Жақсы ма? Қалада 2 мұражай дейді. Мұражайдың қанша екені нақты белгілі, 2. Демек, мұражай 2 деп жазаламыз. Жарай ма, балдар? Енді ары қарай жалғастырамын. Одан 8 есе артық кітапхана бар. Осы жерден тоқтаймыз. Не сұрап тұр, балалар? Кітапхананы. Кітапхана белгілі ма? 8 есе артық болса, кітапхананың саны белгілі ма? Жоқ, әрине. Демек, біз кітапхананы не деп жазамыз? Белгісіз. Енді қалай табатынымызды көреміз. 8 есе артық деп, мұражайдан 8 есе артық деп тұр, балалар? Демек, біз кітапхана белгісіз 8 есе артық деп жазыңдар. Жарай ма? Және стрелкаменен жоғары қарап, мұражайға қарап көрсетіп қойыңдар. Яғни, мұражайдан 8 есе артық дегенді білдіреді. Жарай ма, балдар? Енді ары қарап кетеміз. Біз шартын құрдық, бір сұрағын жаздық. Енді ары қарап сұрағына келеміз тағы. Мұражайларға қарағанда кітапханалардың нешеуі артық деп тұр. Енді біз мұражайды, кітапхананы тауып алғаннан кейін бізден тағы да бір сұрақ сұрап тұр. Мұражайларға қарағанда кітапханалардың нешеуі артық дейді. Яғни мұражай мен кітапхананың, балдар, несін сұрап тұр? Есімізге түсірейік кәне. Айырмашылығын сұрап тұр. Қандай айырмашылығын? Еселік айырмашылығын ба, жай ғана айырмашылығын ба? Нешеуі артық? Әрине, жай ғана айырмашылығын. Ал еселік айырмашылығын сұраса, бізге не деп жазып қойған болар еді? Неше есе артық, Тамаша, жай ғана айырмашылығын сұрап тұр. Демек, айырмалық салыстыруға берілген есеп екен. Жай ғана айырмашылығын сұрағанда біз қандай амал қолданамыз?
азайту амалын. Тамаша. Демек, неден азайтамыз? Үлкен саннан кіші санда азайтамыз. Демек, мұражайымыз белгілі. Кітапхананың біз қанша екенін тауып болғаннан кейін, біз айырмашылығын табу үшін үлкен саннан кіші санды азайтамыз. Жақсы ма? Енді келесі саяхатқа 18 қыз және одан 9-ы кем ұл шықты. Саяхатқа қыздарға қарағанда ұлдар неше есе кем шықты дейді. Кішкене күрделі екен, бір ғана сұрақ емес, балалар, суретте көріп тұрмыз, кімдерді көріп тұрмыз, балалар, суретте қыздар және ұлдарды көріп тұрмыз. Олардың айналасындағы табиғатқа қарап, балалардың киіміне, қолдорбаларына қарап, біз қалай пайымдасақ болады, олардың саяхатқа шыққанын көруге болады. Айналасындағы табиғат керемет болып тұр екен, және олар қолдорбаларын алып алған, яғни жейтін тамақтарын, сусындарын алып алған. Енді қараймыз не белгілі екен. Саяхатқа 18 қыз дейді. Қыздардың нақты саны белгілі ма? Белгілі, әрине, 18 деп тұр ғой. Демек, жазамыз балалар. Қыздар 18 деп жазыңдар. Жақсы ма? Одан кейін арғарап оқимын. 9-ы кем ұл шықты. Ұлдардың саны белгілі ма? 9-ы кем болса, ұлдар белгілі ма, балалар? Жоқ. Демек, ұлдар не деп жазамыз? Не деп жазамыз? Белгісіз, тамаша. 9-ы кем дейміз да? Стрелкаменен кімдерден кем? Қыздардан кем деп көрсетіп қоямыз. Жақсы ма? Енді арғарай оқимыз. Саяхатқа қыздарға қарағанда, көрдіңдер ма? Қыздарға қарағанда деп тұр. Ұлдар неше есе кем шықты дейді. Демек, балалар, біз ұлдарды тауып болғаннан кейін арғарап тағы бір сұраққа жауап береді екенбіз. Қыздарға қарағанда ұлдар неше есе кем шықты деп тұр. Балалар, бізде не сұрап тұр, балалар? Есімізге түсірейікші, кәне, неше есе кем дейді. Еселік айырмашылығын сұрап тұр. Тамаша, жарайсыңдар. Еселік айырмашылығын сұрап тұр, дұрыс. Бірақ біз еселік айырмашылығын сұрап тұрғанын қайдан білдік? Кәне, қараймыз, мәтінімізге берілгенімізге қараймыз. Жарайсың, өйткені есе деген сөз қолданылып тұр. Неше есе кем? Еселік айырмашылығын сұрап тұр. Ал енді менде тағы бір сұрақ, балалар. Еселік айырмашылығын сұрап тұрса, біз қандай амал арқылы табамыз? Есімізге түсіресіз, кәне, қандай амал арқылы табамыз? Бөлу амалы арқылы. Тамаша. Нені неге бөлеміз? Үлкен санды кіші санға бөлеміз. Әрине, қыздар белгілі. Ұлдарды тауып болғаннан кейін біз олардың еселік айырмашылығын табу үшін үлкен санды кіші санға бөлеміз. Жарай ма? Одан кейін шешу жауабын әдемілеп жазып жібер. Жазуың әдемі болсын жазуың. Жарай ма? Енді арғарай. Бұл жерде қарап тұрсақ, амалдарды орындау, мәтін есептерге бет бұрған кезде балаларымыз амалдарды орындалу ретінде ұмытып қалмауымыз керек. Жарай ма? Бірінші амалда санап алайықшы, неше амалменен орындалады? 1, 2, 3. Енді қараймыз, бірінші қандай амал орындалады? Бөлу 27-3-тің бөліндісі. Екінші амал ше? 14 пен 2-нің бөліндісін. Тамаша. Ал үшінші амал қосу. Демек, 2 бөліндінің қосындысын табамыз. Ең соңғы амал. Жақсы ма? Арғарай. Келесі қандай өрнек екен? Жақшалы өрнек екен. Демек, бірінші не істейміз? Жақшаның мәнін табамыз. Тамаша. Азайтуды орындаймыз. Одан кейін екінші амал әрине көбейту. Демек, жақшаның мәнін тауып, оны 5-ке көбейтеміз, ал соңғы амал шыққан санды 25-ке қосамыз. Тамаша, жарайсың. Келесі өрнегіміз жақшалы өрнек пе, балалар? Жоқ, жақша жоқ. Тамаша, бірінші қандай амал орындалады? Бөлу тұр, көбейту тұр, дұрыс. Бірақ бөлу орындала ма, бірінші көбейту орындала ма? Бөлу дейсің, дұрыс. Ал енді не үшін бөлуді бірінші орындаймыз? Неге көбейтуді орындамаймыз? Кәне, есімізге түсіреміз ережені. Көбейтумен бөлу орналасу реттілігіне қарай солдан оңға қарай орындалады. Тамаша, жарайсың. Егер де ережені жаттап алған болсаң, сен жарадың. Тамаша, жаным сол. Демек,
солдан оңға қарай көбейтумен бөлу. Орналасу реттілігіне қарай орындалады. Орналасу реттілігі дегеніміз балалар, бірінші бөлу орналасып тұр. Демек, бөлеміз, одан кейін көбейтеміз. Ал ең соңғы амал ше? Азайту амалы. Азайту амалын ең соңғы орындаймыз деп, біз бөлу мен көбейтудің мәнінен кейін жазып қоймаймыз балалар, жақсы ма? Ол соңынан орындалады, бірақ ол бірінші жазылып тұр. Ол азайғыштың орнында тұр, жақсы ма? Демек, 100 азайту деп жазуды ұмытпаңдар, жақсы ма? Келесі амал. Қандай амал? Жақшасы жоқ, жақшасыз өрнек. Демек, бірінші көбейтіндінің мәнін табамыз, екінші бөлудің мәнін табамыз. Одан кейін барып, шыққан сандарды қосамыз. Яғни, көбейтіндінің мәні мен бөліндінің мәнін біз қосады екенбіз. Енді балалар, бүгінге жоспарланған сабағымыз осы екен. Арасында біз бөлудің, көбейтудің компоненттерін қайталап жүруді, кестелік көбейту бөлуді қайталап жүруіміз керек, және амалдардың орындалу ретінде біз есімізден шығармауымыз керек екен, балалар. Бүгінге жоспарланған сабағымыз осы. Кәделеріңе жарасын, сау, сәлемет болыңдар. Жұмысын міндетті түрде жіберіңдер. Және қандай қылып жазып жібереміз? Әдемі қылып, жақсы ма? Жарайсың.